Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай өте оңай әрі қатпарлы болып шығатын қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Өте ерекше жолмен жасалады әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарап, мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдымен жылы сүттің үстіне жылы суды құямыз. Одан соң үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық құмшекер және дрожжи қосып жақсылап араластырамыз. Біздің сүтіміз бен суымыз қатты ыстық не салқын болмаған дұрыс. Ыстық болатын болса, біздің дрожжимыз күйіп кетіп, көтерілмей қалады. Одан соң үстіне ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосып отырып, осындай жұмсақ қолға жаспайтындай қамыр илейміз. Қамырымыз iyi қанып тұру үшін 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Одан соң алып өзіңізге жаюға ыңғайлы етіп, бірнеше бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен 4 бөлікке бөліп шықтым. Қамырымызды бөліп болғаннан кейін жаюға ыңғайлы етіп, осылай домалақтап шығамыз. Бетін жауып 5 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Одан соң ашып, осылай әрқайсысын бөлек-бөлек жайып шығамыз. Қатты жұқа қылып жайып керек емес, орташа болғаны дұрыс. Осындай қалыңдықта жайып шықтым. Енді арасына ұнды сеуіп, осылай бүктеп, бір жерге қойып қоямыз. Қамыр бір-біріне жабысып қалмас үшін міндетті түрде арасын ұндауды ұмытпаңыздар. Одан соң келесі қамырды да дәл солай жұқалықта жайып шығамыз. Барлық қамырымызды дәл солай жайып дайындап қоямыз. Ең соңғы қамырымызды жайғаннан кейін оны бүктемейміз, бірден осылай ерітілген сары майды жағып шығамыз. Мен тоң майды қолданып жатырмын. Тоң майға кішкене пісте майды қосып, ерітіп алдым. Одан соң осылай жақсаңыздар болады. Майды жағып болғаннан кейін жаңағы дайындап бүктеп қойған қамырымызды алып, осының үстіне видеодағыдай ашып қоямыз. Одан соң үстіне тағы да осы майымызды жағып шығамыз. Қамырымызды май жағып болғаннан кейін май қатпай тұрып үстіне қойға болмайды. Майды жағып болғаннан кейін оның қатуын күту керек, бірақ менде тоң май болғандықтан бірден жағып жатқан кезде қатып қалады. Сондықтан бірден осы екінші қамырды қоя бердім. Барлығын дәл осылай қамырларды қойып шығамыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да рецепттер өте көп. Өте ерекше ыстық тағамдардың түрлі рецепті және тәттілердің де рецепттерін таба аласыздар. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Соңғы қамырымызды қойғаннан кейін де тағы да үстін майлап шығамыз. Одан соң дәл видеодағыдай екі шетін ортасына қарай бүктейміз. Одан соң дәл ортасынан осылай пышақпен кесіп шығамыз. Одан соң екінші қамырды бірінші қамырдың үстіне қоямыз да, тағы да ортасынан бірдей етіп бөліп шығамыз. Енді қамырдың қатпарлы жағын бетіне қарай қаратып, осылай видеодағыдай орап шығамыз. Бізде осылай домалақ қамыр шығатын болады. Егер сіздер екі кішкентай қаттама жасағыларыңыз келсе, қамырдың екі бөлігін бөлек-бөлек орасаңыздар болады. Мен үлкен бір қаттама жасайтын болғандықтан екеуін қосып жібердім. Менің қамырым осылай домалақ үлкен болып шықты. Енді осы қамырды кішкене жайып шығамыз. Сіздер қаттама жабыспас үшін пергамент қағазын қолдансаңыздар болады. Мен осылай табаға қойып, үстіне бір жұмыртқаны жақсылап араластырып, бетіне жағып шықтым. Үстіне мак пен күнжітті сепсеңіздер болады. Одан соң қызып тұрған пеште осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің қаттамамыз дайын болды. Өте дәмді әрі қатпарлы болып шықты. Егер сіздердің қаттамаларыңыз шикі болып немесе қатпарлы болмайтын болса, осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаған болса, мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады.